Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бұл видеода қыздар біз әйелдерде ең жиі кездесетін проблемалардың бірі бөліністер туралы айтатын боламыз. Соның ішінде ең жиі кездесетін проблемалар ол кандидоз немесе молочница туралы айтатын болам. Қалай диагноз қойылу керек, қалай емдеу керек. Егер де сізге бұл видео қызық болса, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, каналға тіркеліп, видеоға лайк қойып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қыздар, жалпы молочница немесе кандидоз дегеніміз не? Кез келген әйелдің қынабында қыздар жақсы және де жаман бактериялар болады. Және де грибы болады. Біздің жақсы бактерияларымыз лактобактериялар немесе палочки Дедерлейна сіздің қынабыңыздағы керекті қышқылдықты, керекті климатты сақтап отыруға көмектеседі. Егер де қандай да бір себептермен сіздің жақсы бактерияларыңыздың саны азайып кететін болса, немесе өзіңіздің өмір сүру салтыңыздың өзгеруіне байланысты сіздің қынабыңызда в норме бар кандида деген грибылар көбейіп кетеді, яғни олардың саны көбейіп кетеді. Мысалға, сіз тәтті тамақты көп жейтін болдыңыз, мучнойды көп жейтін болдыңыз, немесе сізде қандай да бір стресс болды. Бұндай жағдайлардың барлығы сіздің қынабыңыздағы флораның өзгеруіне, сол жердегі биоценоздың өзгеруіне алып келеді. Соның салдарынан осы кандида грибыларының саны көбейіп, сізде молочница немесе кандидоздың пайда болуына алып келеді. Кандидоз қыздар қандай жағдайларда жиі кездеседі? Біріншіден, егер де сізде тамақтануыңыз дұрыс болмаса, егер де сізде тәтті, ащы, ұнды тағамдарды көп жейтін болсаңыз, сіздің қаныңызда глюкоза көп болса, оның барлығы осы биоценозды өзгерту арқылы, кандиданың көбеюі арқылы сізде молочница немесе кандидозға алып келеді. Екінші момент ол стресс. Стресс болған кезде сізде жергілікті иммунитет төмендейді де, сол себептен сізде кандида көбейіп кетеді, соның салдарынан сізде молочница болады. Үшінші себептердің бірі қыздар жүктілік. Өйткені жүктілік барысында жалпы иммунитет және де жергілікті иммунитет төмендейді. Соның салдарынан қынаптағы флораның өзгеруі барысында сізде осы молочница пайда болады. Келесі себептердің бірі қыздар, егер де сіз қандай да бір себептермен антибиотик қолданған болсаңыздар, сізде мүмкін бронхит, мүмкін сізде пневмония, тағы да қандай да бір себептермен көрсеткішпен көрсеткішсіз егер де сіз антибиотик қолданған болсаңыз, соның ішінде егер де қынаптың ішіне антибиотик свечиді салған болсаңыз, бұның барлығы сіздің жергілікті қынаптың ішіндегі флораны өзгертетін болса, сізде молочница немесе кандидоз жиі болады. Қыздар, осы кандидозды немесе молочницаның белгілері қандай? Ең бірінші молочницаның белгісі қыздар ол қышу сезімінің пайда болуы. Ол қышу сезімі қынаптың ішінде болуы мүмкін, сыртқы жыныстық органдарда болуы мүмкін. Екінші белгісі қыздар ол ашу сезімі. Жыныстық қатынас кезінде ашу сезімі, дискомфорт, кіші дәретке барған кезде ашу сезімі, бұның барлығы осы молочницаның белгісі болуы мүмкін. Үшінші белгі қыздар ол жыныстық органдардан ірімшік тәрізді немесе ақ қою бөліністердің пайда болуы. Егер де сізде осы үш белгінің біреуі немесе үшеуі де болатын болса, бұл сізде кандидоз немесе молочница болуы мүмкін. Енді осы молочница немесе кандидоз диагнозы қалай қойылады? Ең оңай диагностика жасау жолдарының бірі қыздар ол арнайы кольпа тестпен қынаптың ішіндегі қышқылдықты тексеру. Егер де сіз осындай арнайы кольпа тестті қолданып қынаптың ішіндегі қышқылдықты өлшейтін болсаңыз, және де ол қышқылдық 3 пен 8 пен 4 пен 5-ның ортасында болса, сізде менің айтып кеткен белгілерім болса, яғни қышу сезімі, ірімшік тәрізді бөліністер, ашу сезімі, онда 99,9%-да сізде молочница немесе кандидоз. Екінші әдіс қыздар ол қынаптың ішінен мазок тапсыру. Егер де сіз мазок тапсырған кезде ішінде кандида анықталса, плюс сізде менің жоғарыда айтып кеткен белгілерім болса, онда сізде молочница немесе кандидоз. Үшінші әдістер қыздар қазіргі таңда арнайы фемофлор, флороценоз деген сияқты анализдер бар. Ол үшін қынаптың ішінен мазок алынады. Ол анализдің қорытындысында нақты сізде бактериалды вагиноз ба, сізде кандидоз ба, сізде аэробный вагинит ба, оның барлығын анықтауға болады. Қыздар, егер де сіз менің айтып кеткен әдістерімнің бірін немесе бірнешесін қолданып, өзіңізде кандидоз екен, яғни молочница екеніне көзіңізді жеткізсеңіз, яғни сізге дұрыс диагноз қойылса, онда бұндай жағдайда қалай емдейміз? Кандидозды емдеу үшін арнайы противогрибковый препараттар қолданылады. Олардың свеча түрі бар, таблетка түрі бар. Қыздар, молочницаны шақыратын кандиданың бірнеше түрі бар. Мысалға, кандида альбиканс, кандида крузейни. 90%-да әйел адамда молочницаны шақыратын, кандидозды шақыратын ол көбінесе кандида альбиканс. Кандида альбиканс болса, егер де біз азол препараттарын қолданатын болса, бұл арнайы противогрибковый препараттар, онда осы кандида альбиканс шақырған молочницаны немесе кандидозды оңай емдеуге болады. Кейбір жағдайларда қыздар мынандай ситуация болуы мүмкін. Сізде молочницаның мен айтып кеткен барлық белгілері бар. Сіз
диагностика жасадыңыз, сізде кандидоз немесе молочница екені дәлелденді, бірақ сіз азол препараттарын қолданып жатырсыз, бірақ сізде ешқандай эффект болмауы мүмкін. Ондай ситуацияда қыздар ең бірінші сіз не істеуіңіз керек? Сіз тамақтануыңызды дұрыстауыңыз керек. Егер де сіз молочницаны емдеп жатырсаңыз, бірақ оның үстіне сіз дұрыс тамақтанбайтын болсаңыз, мысалы сіз ұннан жасалған тағамдарды, тәттілерді, тәтті тамақтарды көп жейтін болсаңыз, онда сіздің алып жатқан еміңіздің ешқандай тиімділігі, эффекті болмауы мүмкін. Бірақ егер де сіз ем алып жатырсыз, дұрыс тамақтанып жүрсіз, гигиена шараларын дұрыс сақтап жүрсіз, бірақ соның өзінде сіз ешқандай эффект көрмей жатырсаңыз, онда бак пассив тапсыруға көрсеткіш бар. Өйткені кейбір жағдайларда кандида альбиканс емес, кандида кузей деген сияқты кандиданың түрлері шақырған кандидоз болуы мүмкін. Ондай кезде противогриппозды препараттың басқа түрлері қолданылады. Қыздар, егер де сізде молочница кандидоз болмасын десеңіз, онда арнайы гигиена шараларын қолдануларыңыз керек, дұрыс тамақтануыңыз керек. Егер де қандай да бір белгі байқалып жатса, міндетті түрде дәрігерге қаралып, дұрыс диагноз қойылып, дұрыс ем алуларыңыз керек. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тек мына пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алдағы уақытта кездескенше сау болыңыздар.